Сәлем достар, сіздерге персоналды компьютер деген не десе сіздерге ойларыңызға ең алдымен осылар келуі мүмкін. Windows'тағы үстел дербес компьютері, Windows'тағы моноблоктар. Apple компаниясынан болса Apple моноблок және әртүрлі түрдегі моноблоктар, одан басқа теркаға ұқсайтын профессионалды Mac Pro компьютері және Mac Mini компьютері. Ал сіздер білесіздер ма, Apple компаниясының тағы бір эксперименталды компьютерлері болғанын? Білмесеңіздер мен сіздерге көрсетемін. Ал сіздер видеоға лайк басып каналға тіркеліп қойыңыздар. Power Mac G4 2000 жылы шілдеде жарық көрген Apple компаниясының ең танымал, ерекше және сонымен бірге коммерциялық тұрғыдан сәтсіз болған компьютерлерінің бірі. Оның идеялық авторы Стив Джобс, миниатюралауды қолдаушы ретінде болса, бас дизайнері Джонни Айв болды. Power Mac G4 іші осындай болған, қисынсыз және тез ысып кетуіне қолайлы болған, және профессионалды компьютер қолданатын адамдарға компьютерді толықтай апгрейд жасауға ыңғайсыз болды. Ал келесі екінші эксперимент ол қоқыс шелек секілді жасалған Mac Pro компьютері. Компьютер ғарыштық сұр, қараға жақын түсті, анатталған алюминийден жасалған мінсіз жылтыр цилиндр пішінінде орындалған. Оның биіктігі небәрі 25-1 см, ал диаметрі 16-7 см құрайды. Басты инженерлік жаңалық корпус ішінде жасырылды. Бірыңғай жылу алмасу контуры, шелектің дәл ортасында үлкен 3 қырлы алюминий радиаторы, өзек орналасқан. Оның 3 жағына негізгі платалар тығыз бекітілген. Bir жағында процессор, қалған 2 жағында 2 графикалық карта. Бәріне ортақ бір желдеткіш. Көптеген ұсақ күлерлердің орнына Apple жоғарғы жағына бір үлкен турбиналық желдеткіш орнатты. Ол суық ауаны төменнен сорып, радиатордың үшбұрышты турбинасы арқылы өткізіп, ыстық ауаны жоғары қарай дыбыссыз шығарып отыратын. Интерфейс қосқыш порттары 6 Thunderbolt 4 USB, 2 интернет разъем бар, 4K монитор тартатын бір HDMI бар және де аудио заем микрофон разъемдар бар. Айтпақшы 6 Thunderbolt разъемдерге мониторлар қосуға болады. Бұл қоқыс шелек 2013 жыл үшін бұл нағыз қуатты құбыжық еді. 64 және 128 гигабайт оперативті жадысын орнатуға болатын. 2 дискретті AMD FirePro общий 12 гигабайт видеокартасы орнатылған, ал күнделікті SSD жадысы 256-дан 1 терабайт сақтау жады сыйымдылығымен орнатылатын. Осы айтылған техникалы сипатталар және дизайнерлік сипаттамаларға қарамастан эксперимент әлем бойынша сатып алған миллион адамдардың көңілінен шықпады бәрі. Apple компаниясы компенсация төлеп дереу бұл ведроны нарықтан және өндірістен шығарып тастады. Сіздерге қалай эксперимент ұнады ма? Комментке жаза кетіңіздер. Видео ұнаса лайк басып каналға тіркеліңіздер.